Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сендерде балалар ерекше күн. Сендер бүгін мектептің кітапханасына келдіңдер. Мынау мектептің кітапханасы. Мектептің кітапханасында қаншама кітаптар бар. Мектептің кітапханасында мінекей сендердің ойларыңды толықтыратын, сендердің білімдеріңді толықтыратын қаншама кітаптар бар. Ал енді балалар, бүгін сендерді, алхамдулилля, оқырмандар қатарына қабылдаймыз. Бүгіннен бастап сендер осы кітапхананың оқырманы боласыңдар. Бүгін сендерге оқырман билеті тапсырылады. Енді балалар, мен кіммін? Кітапханашымын. Кітапханашымын. Мен қайда жұмыс істеймін? Осы кітапханада жұмыс істеймін, е балалар? Мен кітапханада жұмыс істеймін. Енді балалар, кітапхана деген не? Бұл кітапхана дегеніміз грек сөзінен шыққан екен, яғни библия дегеніміз кітап, тека дегеніміз сақтау, яғни кітапты сақтайтын орын. Кітаптың өзінің үйі болады. Кітаптың үйі осы кітапхана. Сендердің өздерің үйлерің бар ғой? Үйлеріңе барып үйлеріңе қонасыңдар, е? Ал енді біздің кітаптардың үйі осы кітапхана. Ал енді балалар, қазір сендердің қошеметтеріңмен 4-ші А сынып оқушыларын сендердің тәлімгерлеріңді шақырамыз. 4-ші А сыныбының оқушылары, яғни сендердің ағаларың, сендердің әпкелерің. Бұл балалар бүгіннен бастап сендердің тәлімгерлерің. Яғни сендерде 6 бала, бұл сыныпта 6 бала бір-бірден сендерге көмекке келеді. Ол дегеніңіз не? Бізде 20 минуттық үзіліс болған кезде, мысалы, атың кім сенің? Батырхан келеді, мына баланың тәлімгері болады. Қолынан жетектеп осы кітапханаға әкеп 20 минуттық кітап оқып береді. Яғни сендерге бүгіннен бастап осы 4-ші А сынып оқушылары тәлімгер болады. Сендердің ағаларың сендерге көмектеседі. Тоқсыңдар ғой, балалар? Сендердің тәлімгерлерің. Сендер кішкентай ғана мектепке келген баласындар, оқушысындар, бұлар уже 4 жыл уже мектепте оқып жатыр. Енді біздің үлкен 4-ші А сынып оқушыларының өздерінің жаттаған тақпақтары бар, е? Кәні кімнің тақпағы бар, айта ғой? Саған білім жемісін, оқулығын береді, күтіп ұстап кірлетпей, дақ түсірмей бір бетке. Кітапта алма ағашы, біз алманы теретін, тәтті алмаға балашы, кітаптардың әр бетін, кітапта сенің құралың, жағын білім шырағын, баса алмайсың ешқашан, жағын білім бір қадам. Оқулықты мектебін берер саған тек-текін, білмейсің ол сен әлі қанша емек кеткенін. Кітап досын, жолдасын, өмірдегі жолбасшын. Жақын болсан онымен жаман бала болмасын. Сербе шуақ нұр шашты, аяла орнып құрметте. Үнілеп ұстап әр беттің, таза ұста кірлетпе. Балалар, енді мінекей, сіздердің тәлімгерлеріңіз сіздерге, яғни кітап, қолдарындағы тұрған әрбір кітап, бұл алма ағашы екен. Сендерге сол алмадан бір-біреуін үзіп берсе, бұл сіздерге үлкен жемісін береді екен. Сондықтан бұл балалар кітапты жыртпаған, бұл балалар кітапты кірлетпеген, бұл балалар бәрі жақсы оқыған. Бұл балалар менікі 4-ші сынып оқыса да, кітаптың бәрі жақсы оқып, жыртпай, сыртын қаптап, майлы қолмен ұстамай, мінеке сендердің алдарыңа әп-әдемі қылып, мынандай кітаптарды әкеп тұр. Енді балалар барлығымыз, қазір мен сендерге жаңағы сұрақтар қоямын, кітапты таза ұстау керек. Өздерінен кейін оны көптеген балалар оқитын, мысалы, есімізден шығармауымыз керек. Кітапты төсекте жатып, ас ішіп отырып оқуға болады ма, балалар? Жоқ. Ас ішіп отырып оқуға болмайды. Кітапты ой еңбегімен оқу керек. Яғни ойланып оқу керек, толғанып оқу керек. Әрбір бетін ашқан кезде кітап бізге өзінің білімін, ілімін береді. Енді балалар, үлкен сынып оқушылар 4-ші сынып, кітапты қалай болса солай оқуға бола ма? Жоқ. Кітапханада шулауға бола ма? Жоқ. Кітапханада тыныш отыру керек. Неге десең, кітапханада бірнеше адамдар отырады.
олар өздерінің әрі қарай жаңа білімдерін жетілдіреді. Сондықтан кітапханада отырғанда шуламауымыз керек. Енді кітапты қалай болса солай оқыма дейді. Кітап бетін бүктеуге бола ма, балалар? Жоқ. Кітапты шимайлауға бола ма? Жоқ. Кітапқа сурет салуға бола ма? Жоқ. Кітапты күн көзіне тастауға бола ма? Жоқ. Кітапты жаңбырдың астына қалдыруға бола ма? Жоқ. Кітапты аяқтың астына тастап кебуге бола ма? Жоқ. Яғни болмайды екен, балалар, бұл кітап дегенің балалар киелі. Яғни сол кітап жасау үшін, сол кітапты осындай құрастыру үшін қаншама адамдардың еңбегі кетті, Енді балалар кітапханада кітаптар жай ғана сақталып қана қоймайды. Олар осы кітапхананың ішінде өмір сүреді. Сендер кітапханаға күнделікті келіп отыруларың керек. Кітапханаға келіп білімдеріңді жетілдіруің керек. Енді мысалы сендер балалар өздеріңнің үйлерің бар, Ал кітаптардың үйі осы кітапхана. Егер сендер кітапты үйге алсаңдар, ол үйде жатпау керек. Оны оқып, осы кітапханаға тапсыру керек. Яғни мына сөрелер сол кітаптардың орны екен. Енді балалар, ғұлама ақын Ахмет Байтұрсыновтың жаңа әліпби төте жазуымен оқу құралы деген кітабы бар. Сонда жаңағы Ахмет Байтұрсынов ұлы аталарымыз бізге балаларға оқуға шақырып тақпақ айтқан екен. Яғни балалар оқуға бар, жатқа қарап, жуынып киіңдер шапшаңырақ, шақырады тауық міне әлдеқашан, қарап тұр терезеден күн жалтырап. Адам да, ұшқан құс та, жүрген аң да, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда, кішкене қоңызда жүр жүгін сүйреп, барады аралар да ұшып балға. Күн ашық, тоғайлар шың, ың-жың орман, оянып жан мақұлық түнде қонған, шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ дауысы, сайраған сарғалдақтың саңқылдаған дейді. Енді балалар араларында, мысалы кітап белсенділері, алғаш қазақ балаларын арнап, Ыбырай Алтынсарин атамыз қандай тақпақ жазды балалар? Кел балалар оқылық. Енді араларында осы кел балалар оқылық өлеңін жатқа айтып беретін балалар бар ма? Айта ғой. Бір Аллаға сеніп, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық, істің болар қайыры, бастаңыз алалап, оқымаған жереді, қараңғаны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық, оқысаңыз балалар, шаман шырақ жағылар. Тілегінің алдында іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы бір жұтасаң жоқ болар. Оқымыстың байлығы күннен күнге көп болар, жетпасаң жоқ болар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Сүйса көйлек үстіне тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер білім барлығы білім менен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Надандақтың белгісі еш ақылды шарымас. Жайылып жүрген айландай ақ қараны танымас. Аяңшыл атарымас, оқу деген қармас. Жөн білмеген адамға қыдыр ата дарымас. Кел балалар оқылық. Жақсы. Атың кім сенің? Батырхан. Батырхан. Мінекей балалар Ыбырай Алтынсарин аталарының тақпағын, өте күрделі тақпақ. Соған қарамай мінекей Батырхан сендерге кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық дейді. Яғни даладағы ұшып жүрген сауысқанда дейді, өзінің тамағын дейді, шоқып жерден алады екен. Барлығы өздері еңбек қылады. Еңбек қылғаннан кейін барып қана адам оқиды екен. Соның барлығын жаңа Ыбырай атамыз бізге осындай оқу керек, білім керек. Білімді болсаңдар, оқымысты болсаңдар, сендер үлкен азамат болады екенсіңдер. Бері қараймыз. Енді балалар, қазір біз сендерді бірінші сыныптың оқушыларын біз тексереміз. Сендер жаз бойы аталарынан, әжелеріңнен қандай ертегі оқыдыңдар. Қазір мен балалар мысалы жаңағы сендерге
сендерге біздің ертегілер кейіпкерлерінің тастап кеткен заттарын айтам. Балалар, мына аяқ киімді кім тастап кетті? Кім тастап кетті? Күлше қыз, яғни күлше қыз деген ертегі екен. Бір аяқ киімін жоғалтып алады, онан кейін жаңағы іздеп табады, жақсы. Онан кейін екінші біздегі жаңағы ертегіміз, жаңағы балалар, ертегіміз ол мынандай себет толған бәліш. Мынандай себет толған бәліш. Осы себет толған бәлішті кім бізге тастап кетті? Жоқ, қазақшасы қалай? Қызыл телпек. Яғни орысшасы красная шапочка, қазақшасы қызыл телпек. Мынандай бәліш толған себетті қызыл телпек тастап кетеді. Енді қазір жаңағы біткеннен кейін осы жаңағы себет толып тұрған бәлішті сендер жейсіңдер. Енді балалар, тағы да бір бізде ертегіміз бар. Ол ертегіміз мынандай жыртық тон. Мынандай жыртық тон. Жыртық тонын кім тастап кетіп еді? Кім тастап кетті жыртық тонды? Айналдырып киіп алады. Ертегі. Қандай ертегі? Алдар көсе. Оны сендер біреулерің керек. Яғни, мына жыртық тонын айналдырып киіп, елдердің бәрін алдап жүретін ол алдар көсе, балалар. Жақсы. Енді балалар, осыдан кейін тағы да бізде бір ертегілер ерінен келген мынандай кілт бар. Бұл кілтті кім әкеледі? Мынау кімнің кілті, балалар? Кімнің кілті? Бірінші сынып оқушылар, кімнің кілті? Кәніки тәлімгерлер? Мұрны ұзын өзінің. Кім еді? Қандай? Буратино, деп Батырхан айтты. Яғни мынау Буратиноның кілті. Жақсы. Енді балалар, біз тағы да сендерменен ойындар ойнаймыз. Ол ойындар немесе жоқ деп аталынады. Енді бірінші Батырхан айта ғой. Кітап нені ұнатады? Жаңбыр мен қарды ұнатады ма? Жоқ. Яғни кітап жаңбыр мен қарды ұнатпайды екен. Екінші, кітап нені ұнатады? Кір қолдарды ұнатады ма? Жоқ. Кітап нені ұнатады? Күтіп ұстауды ұнатады ма? Жақсы. Онан кейін кітап аялауды ұнатады ма? Кітап май қолдарды ұнатады ма? Жоқ. Кітап жерде жатқанды ұнатады ма? Жоқ. Кітапты жыртуға, шимайлауға, сурет салуға бола ма? Жоқ. Яғни, кітап сөреде тұру керек па? Тамақ жегенде, балмұздақ жегенде кітапты ұстау керек па? Жоқ. Яғни, сендер бәрін біледі екенсіңдер, кітапты қалай ұстау керек, кітапты қалай құрметтеу керек. Енді балалар, бүгіннен бастап сіздер кітапхананың оқырманысыздар. Енді қазір біздің мына жердегі тұрған тәлімгерлеріңіз сіздерге мынандай оқырман билетін береді. Осы оқырман билеті арқылы сіздер кітапханаға келіп, кітапханадан кітап аласыздар. Енді мынау Сыздық Сейфулланың сен бересің, қазір бересің балаға. Онан кейін Арсенийдікін сен бересің. Арсений деген бала бар ма жерде? Жүрсін деген балаға бересің. Жүрсін бар ма? Так, онан кейін Нұрхан деген балаға бересің. Так, мынаны Ақберен деген балаға бересің. Так, мынаны Халия деген балаға бересің. Халима. Балалар, енді менің қолымдағы мынау оқырман формулярына қараймыз. Осы кітапханаға келетін басты құжаттарың осы оқырман формуляры. Осы оқырман формулярының ішінде сендердің аты жөндерің, туған жылдарың, қай мектепте оқисыңдар,
Онан кейін мекен жайларың, жылдың қай мезгілінен бастап оқырман болдыңдар, оқырман қолы, осының барлығы осы формулярда жазылады. Онан кейін оның ішінде бүгінгі күнді жазамызда сендер қандай кітаптар алдыңдар, солар жазылады. Мынау сендердің балалар. Осы кітапханадағы басты құжаттарың. Енді балалар, біздің қошеметімізбен жаңағы балалар, тәлімгер балалар сендерге оқырман билетін табыстайды. Бере қойыңдар, кәні. Одан кейін бірге фотоға түсеміз.